Сәлеметсіздер білім алушылар. Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі экономистерге арналған математика пәнінен қашықтықтан оқыту сабағы. Сабақтың тақырыбы анықталмаған интегралды есептеудің негізгі әдістері. Пән оқытушысы Сыдықова Баян Молдабековна. Сабақтың мақсаттары. Білімділік мақсат. Анықталмаған интегралдың қасиеттері, кестесі және интегралдау әдістері туралы түсінік беру. Дамытушылық мақсат. Тез есептеу, дәл шығару және оңай тиімді тәсілдерді қолдана білуге дағдыландыру. Тәрбиелік мақсаты. Ғылыми негізге ойлауын, өз пікірін дәлелдей білуге тәрбиелеу. Анықталмаған интегралдың негізгі қасиеттері. Бірінші қасиеті. Анықталмаған интегралдың туындысы интеграл астындағы функцияға тең. Екінші қасиеті. Анықталмаған интегралдың дифференциалы дифференциал астындағы өрнекке тең. Үшінші қасиеті. Тұрақты көбейткішті интеграл таңбасының алдына шығаруға болады. Төртінші қасиеті. Дифференциалдан интеграл алғанда ол x плюс l-ға тең. Бұнда l тұрақты шама. Бесінші қасиеті. Алгебралық қосындының интегралы интегралдардың алгебралық қосындысына тең. Анықталмаған интегралды интегралдаудың негізгі әдістері. Бірінші әдісі айнымалыны алмастыру, екінші әдісі бөліктеп интегралдау әдісі. Егер берілген анықталмаған интеграл кестеге келмесе және тікелей интегралданбаса, онда интеграл астында айнымалыны алмастыру әдісі қолданылады. Бұл әдіс күрделі функцияның туындысына негізделген. Айнымалыны алмастырудың негізгі мақсаты интеграл астындағы өрнекті неғұрлым қарапайым түрге келтіру. Анықталмаған интегралды жаңа айнымалы енгізіп, оңай интегралға келтіруге болады. Интеграл астындағы өрнектегі айнымалыны ауыстырайық. Яғни x тең фи атты деп алсақ, мұндағы фи атты кері функциясы бар үздіксіз функцияның үздіксіз туындысы. Онда dx фи атты dt және мына теңдікті аламыз. Яғни интеграл fx dx тең болады. Интеграл f-тен фи атты көбейтілген фи штрихты dt. Осы алмастыруды қолданып, интегралды есептегеннен кейін, оны алғашқы берілуіндегі x айнымалысына қайтадан оралуымыз керек. Кейбір жағдайда x тең фи атты алмастырудың орнына t тең фи ат x алмастыруды қолдану керек. Яғни жаңа t айнымалыны x-ке тәуелді функция деп қарастырамыз. Бөліктеп интегралдау әдісі. Егер ux және bx қайсы бір аралықта үздіксіз, аралықтың әрбір ішкі нүктесінде дифференциалданатын функциялар болып, және осы интеграл v du аралықта бар болса, онда интеграл u dv бар болады және интеграл u dv тең болады uv минус интеграл v du. Егер интеграл v du берілген интеграл u dv-ға қарағанда әлде қайда қарапайым интеграл болса, формуланы бөліктеп интегралдау формуласы деп атаймыз. Енді анықталмаған интегралды есептеген кезде мынандай нұсқауды да ескеру керек. Егер интеграл астындағы өрнек көпмүшелік пен көрсеткіштік функцияның не болмаса көпмүшелік пен тригонометриялық функцияның көбейтіндісі болса, онда u деп көпмүшелікті белгілейміз.
Екінші нұсқау: егер интеграл астындағы өрнек көпмүшелікпен логарифмдік функция не болмаса көпмүшелікпен кері тригонометриялық функцияның көбейтіндісі болса, онда u деп логарифмдік функцияны не болмаса кері тригонометриялық функцияны алу керек. Енді мысалдар келтірейік. Мысал, бізге котангенс x-тің анықталмаған интегралын табу керек болсын. Ол үшін біз интеграл астындағы котангенсті косинус x пен синус x-тің қатынасы түрінде жазып аламыз. Одан кейін синус x-ті t деп алмастырамыз. Бұдан екі жағында дифференциалдап жіберетін болсақ, онда dt тең косинус x dx болады. Ол тең болады. Енді берілген интегралдағы орнына қойып, біз dt-ның t-ға қатынасының анықталмаған интегралын аламыз. Ол интегралдық кесте бойынша натурал логарифм синус x-тің модулі плюс с-ға тең. Екінші мысал. 2x қосылған бір көбейтілген e-нің x минус 1 дәрежесінің анықталмаған интегралын бөліктеп интегралдау әдісі бойынша есептейік. U деп біз 2x қосылған 1-ді белгілейміз. Екі жағында дифференциалдап жіберетін болсақ, онда du тең болады 2 dx-ге. Ал dv деп e-нің x минус 1 дәрежесі dx-ді белгілейміз. Бұдан екі жағында интегралдап жіберетін болсақ, v тең болады e-нің x минус 1 дәрежесі. Енді бөліктеп интегралдаудағы формуладағы орнына қоямыз. Сонда 2x қосылған 1 көбейтілген e-нің x минус 1 дәрежесі минус 2 интеграл e-нің x минус 1 дәрежесі dx болады. Ол тең болады 2x қосылған 1 көбейтілген e-нің x минус 1 дәрежесі минус 2 e-нің x минус 1 дәрежесі. Соңғы өрнектен ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда e-нің x минус 1 дәрежесі көбейтілген 2x минус 1 қосылған с болады. Енді үй тапсырмасы балалар. Үй тапсырмасы бойынша 532-ден 562-ші есептерді екінші бөліктерін шығарамыз. Және 198-209-ші беттегі сабақтар бойынша конспектілер жазамыз. Сонымен бірге мынандай рефлексиялық сұрақтарға жауап берулерің керек. Бүгінгі сабақта мен нені білдім? Мен жаңа ұғымды меңгере алдым ба? Және маған сабақ ұнады ма? Осы сұраққа жауаптарыңды үй тапсырмасы ретінде жүктейсіңдер. Назарларыңызға рахмет.